Сәлем! Достар, бүгін біз сыпайы болу туралы үйренеміз. Зарина, сен дайынсың ба? Я, мен дайынмын. Достар, ендеше біз бастаймыз. Зарина, біз біреуді көргенде не деп айтамыз? Сәлеметсіз бе деп атамыз. Дұрыс, Зарина. Сәлем, қалың қалай деп айтамыз. Сәлем айту сыпайы болудың алғашқы қадамы. Зарина, егер бізге біреу көмектессе, біз не деп айтамыз? Рахмет атамыз, аяю. Дұрыс, Зарина. Рахмет деп айтамыз. Зарина, сен менен кітап сұрағанда не деп айтасың? Аяю, өтініш деп атамын. Дұрыс, Зарина. Өтініш немесе өтінем деп айтамыз. Зарина, егер біз біреуге кедергі жасасақ, біз не деп айтамыз? Аяю, кесір деп атамыз. Дұрыс, Зарина. Кешір, өтінемін дейміз. Балалар, сыпайы болу өте керемет. Сыпайы сөздерді ұмытпайық. Достар, сыпайы сөздерді жаттап алайық. Сәлем. Сау бол. Рахмет. Өтінемін. Кешір, кешіріңіз. Көмектесе аласыз ба? Жақсы. Бәрекелді. Рұқсат па? Тыңдасаң болады ма? Сен үшін қуаныштымын. Қайырлы таң. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Ас болсын. Рахмет, өте дәмді екен. Осы сыпайы сөздерді күнделікті пайдаланып жүрейік. Ең бастысы арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Том ютуб арнасында келесі кездескенше сау болыңыздар.